жазамыз. Ой, жарайсың, отыра қой. Ал балалар, маған айта қойыңдаршы, қазақ алфавитінде неше әріп бар екен? 42. Қол көтеріп айтамыз балалар. Қазақ алфавитінде Дамир айтамыз. Дамир. Қазақ алфавитінде 42 әріп бар. Аха. Дыбыс дегеніміз не, кәнекей? Кім айтады дыбыс дегеніміз не? Дыбысты не істейміз? Құлақпен істейміз, көзді көреміз. Жоқ, дыбысты құлақпен естейміз. Болды, жақсы, отыра қой, жарайсың. Ал әріп дегеніміз не балалар? Әріп, Ақерке айта қойшы. Әріп дегенімізді тұрып айтамыз. Әріпті біз көзбен көреміз, жазамыз, оқимыз. Ой, жарайсың. Ал енді балалар, дыбыстар нешеге бөлінеді? Кім айтады? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Жандарбек айта қойшы, дыбыстар нешеге? Екіге. Қандай болып екіге бөлінеді? Дауысты, дауыссыз. Дауысты, дауыссыз болып екіге бөлінеді екен. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, өткен дыбыстарға шолу жасау үшін біз сөреден мәреге деген ойын ойнаймыз қазір. Ал, кәнекей, бірінші топтар кім? Сен шыға қойшы, келе ғой. Келе ғой. Сөреден мәреге деген ойын ойнаймыз. Мына машинамен сөздерді оқып шығады өтілген әріптер бойынша. Дауысы қатты шығар. Арал, үкімет, шопан, қана, жусан. Ағарай. Сәуір. Күн. Әліппе, мәре. Ой, жарайсың. Кәнекей, шапалақпен мадаққа. Ой, жарайсың, кәнекей. Ал, мына топтан кәнекей. Келе қойшы кім? Кәнекей. Дауысыңды қатты шығарып отыр. Сөреден баста. Сөре, кітап, қызыл, арал, үкімет, шопан, пана, жусан, сәуір, күн, алау, әліппе, мәре. Мәреге жеттік. Жарайсың. Қайге бағалап қойайық. Жарайсың. Ал балалар, енді бүгін біз сюжетті сурет арқылы әңгіме құраймыз. Құраған әңгімемізден, мәтіннен сөйлемді аламыз. Сол сөйлемнің ішінен сөзді аламыз. Бүгінгі үйретілген дыбыс бойынша сол дыбысқа дыбысты талдау жасаймыз. Сол дыбыстың дауысы дауыссыз екенін ажырата білеміз. Сол дыбысты жазып үйренеміз. Ал енді балалар тақтаға қарайықшы. Бәріміз тақтаға қараймыз. Мына тақтада біз кейіпкерлерге міндетті түрде ат қоямыз, иә? Мына қызға біз Әсем деп ат қояйық. Ал енді балалар қараңдаршы, Әсем не істеп отыр? Кәнекей, кім айтады? Не істеді? Қолды көтереміз. Кәнекей, Айар айта қойшы, Әсем не істеді? Әсем қағазға өрнек салды. Ой, жарайды. Әсем қағазға өрнек салды. Әсемнің өрнегі қандай болып шықты, кәнекей? Айта қойшы, Бексұлтан, Әсемнің өрнегі қандай болып шықты? Тұрамыз. Әсемнің өрнегі әдемі болып шықты Әсемнің өрнегі. Ал Әсемнің апасы не деді Әсемге? Кәнекей, әдемі? Әсемнің апасы мақтады. Әсемнің апасы мақтады. Яғни балалар, біз әңгіме құрадық, иә? Сюжетті сурет арқылы әңгіме құрадық. Енді мына әңгімемізге қарайықшы балалар. Бері қараймыз. Әсем қағазға өрнек салды дедік, иә? Өрнегі өте көркем болып шықты. Апасы оны мақтады. Енді балалар, осы әңгімедегі бірінші сөйлеммен жұмыс жасаймыз. Бірінші сөйлемді оқайықшы, кәнекей. Әсем қағазға өрнек салды. Енді балалар, бері қараймыз. Осы сөйлем неше сөзден құралып тұр екен? 1, 2, 3, 4. 4 сөзден құралып тұр екен, иә? Енді балалар қараңдаршы, осы сөйлемнің ішіндегі қай сөздегі дыбыс бізге таныс емес болып тұр? Қай сөзде? Кәнекей, Арсен айта қойшы, қай сөзде? Өрнек деген сөзінде
айтып көрейікші балалар? Енді маған айтыңдаршы, өрнек деген сөзде бірінші дыбыс қандай дыбыс болып есітті? Дыбысы. Яғни балалар, бүгін біздің танысатын дыбысымыз дыбысы. Міне, қараймыз балалар. Дыбысы. Дыбысының баспа түрі, дыбысының жазба түрі. Біз дыбысын баспа түрін кітаптардан, оқулықтан оқимыз. Ал жазба түрін дәптерге жазамыз, балалар? Түсіндік қой. Енді мына суретке алыңыз, мына не мына суреттегі? Өрмекші. Өрмекші деген сөзді буынға бөлейікші, кәнеке балалар? Неше буын бар? 3 буын бар екен, иә? Кәнеке айта қойшы кім? Әдел. Неге 3 буын бар ол жерде? Өрмекші деген сөзде? 3 дауыссыз дыбыс бар. Өйткені ол жерде 3 дауысты дыбыс бар. Ал келесі, мына суреттегі нені көріп тұрмыз біз? Өрік сөзін буынға бөлейікші? Кәнеке Санжар айта қойшы. Не үшін 2 буын бар өрік деген сөзде? Және де балалар, жарайсың отыра ғой. Және де балалар қараңдаршы, өрмекші деген сөзде дыбысы сөздің қай жерінде тұр? Өрмекші басында. Ал өрік дегенде? Басында тұр, иә? Басында тұр. Жақсы. Балалар, сонымен дыбысын кәне сендерге жазып көрсетемін. Ал қараймыз тақтаға дыбысының жазылуы. Дыбысын дәптерге жазған кезде не осылай жазамыз. Және де балалар, дыбысын ауада жазып көрейікші, дыбысын ауада. Дөңгелек, белін сызамыз ортасын. Баса бел кіші әрпін жазамыз, белін сызамыз. Жақсы. Енді балалар, дыбысын айтып көрейікші. Дыбысы кедергіге ұшырап айтылды ма? Жоқ, кедергіге ұшырамайды. Яғни кедергіге ұшырамай созылып айтылса, ол дыбысы дауысты дыбыс па, дауыссыз дыбыс па? Дауысты дыбыс. Аяқты туындатпаймыз. Енді балалар, міне, қазір біз дыбысының жазылу емлесімен танысамыз. Кәнеке бәріміз қараймыз. Әрпінің бас әрпі. Үлкен солдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай доға жасай отырып иеміз. Сызықты жазу жолының астыңғы сызығына тигізе, оңға қарай доға жасап, оны доға сызық арқылы бастапқы нүктемен қосамыз. Жазу жолының үстіңгі сызығын бастыра, доға сызықтар арасын қосып, белгі сызамыз. Енді балалар, оқулықты ашамыз. 76-шы бетті оқулықты ашамыз. Дыбысын дыбысіне сөздерді оқимыз. Тақтаға қараймыз. Бірінші тақтадан оқыламыз, кәнеке балалар. Кәнеке балалар тақтаға жаңағы қол жина. Дәптерді қойып қоямыз. Ал бәріміз тақтаға қараймыз балалар. Кәнеке оқиыншы. Бүгінгі танысынан әрімізде басталып тұр. Кәнеке. Яғни балалар, дыбысы сөздің басында, ортасында кездесетін. Енді мына жердегі сөздерге қараңдаршы балалар. Бұл жерде өнер деген әр адамның өзінің өнері болады, иә? Би билейді, ән айтады, өлең шығарады. Бөрік деген ол бас киім білесіңдер, иә балалар? Ал енді Б әрпін К әрпіне ауыстырып едім, көрік деген сөз шықты. Көрік дегеніміз ол әдемі, сұлу деген мағынаны білдіреді, балалар. Сонымен балалар, сөздің
басына, ортасына, аяғына әріп жалғау арқылы сөздің мағынасын өзгертуге болады екен, не балалар? Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Ал, бері қараймыз, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мен қазір осы мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Не туралы, кім туралы айтылған, маған айтып бересіңдер. Өнерлі балалар, қанат қамшы өрді, таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті, әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Ал енді балалар, маған айтыңдаршы, бұл мәтінде не туралы жазылған? Қанде? Інжу айтыңыз туралы? Өнерлі балалар. Жарайсың, өнерлі балалар туралы жазылған, я? Бұл жерде қанат не істеді дейді? Қанат не істеді дейді? Қанат не істеді? Сабина, қанат не істеді дейді? Қамшы өрді. Қанат қамшы өрді дейді. Ал таңат не істеді дейді? Сезім, кәнге нұрсам айтамыз? Таңат не істеді дейді? Таңат не істеді? Оқыды. Өлеңді Оқыды. мәнерлеп оқыды дейді. Өмірбек не істеді кәнекей? Өмірбек не істеді? Сезім өмірбек не істеді? Өмірбек күй шертті дейді. Ал әсем не істеді? Әсем. Кәнекей, айтамыз? Әсем не істеді? Қағазға өрнек салды. Көрді ма? Әр баланың өзінің өнері бар екен, не балалар? Бұлар өнерлі балалар екен. Ал енді осы мәтінді бәріміз хормен оқып шығамыз. Кәнекей, тақтаға қараймыз, бір-біріміз тыңдаймыз. Кәнекей? Өнерлі балалар, қанат қамшы өрді, осы мәтінді кәнекей. Бірінші әдетпен ағайды оқып орында дауысты хат шығарамыз. Өнерлі балалар, қанат қамшы өрді, таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Екеуіміз оқимыз ба? Екеуіміз кәнекей. Өнерлі балалар, қанат қамшы өрді, таңат өлеңді мәнерлеп оқыды. Жарайсың. Енді балалар, сендердің алдарында қызыл жіп тұр. Осы жіптен өдімсін жасайықшы кәнекей балалар. Жұптық жұмыс кәнекей өдімсін жасаймыз. Кәнекей жасаймыз өдімсін. Енді балалар, бер қараймыз маған. Сендердің алдарында қима қағаздар бар. Әрқайсыларының алдарында. Сол қима қағаздарды аламыз да, әрқайсыларыңызда әртүрлі сөздер бар. Осы сөздерді оқисыңдар, дыбыстық талдау жасайсыздар. Бүгінгі өтілген тақырып бойынша. Дыбыстық талдау жасаймыз. Ал дыбыстық талдау жасаймыз. Мен оқыдық сөзді, қандай сөзге дыбыстық талдау жасадық? Дауысын айтшы. Өлең, айта ғой. Енді өдімсі қандай дыбыс екен? Ардан. Ал өлең сөзін буынға бөле қойшы, өлең сөзін. Неше буын бар? Енді балалар, сергіту сәті, кәнекей кішкене сергіп алайық. Тұрамыз, сергіту сәті. Күшті қып
Жақсы балалар. Балалар, енді қолғап әдісі бойынша бүгінгі өтілген сөздерді оқып шығамыз қазір. Аха, балалар, қолғап әдісін білеміз біз, ә? Кәнеке қолғап әдісіне аяғын келе қош кәнеке. Келе қош. Кәнеке, ұлды қош кәнеке ма? Ұлды қош. Келесін оқи қой. Аха, жарайсың. Так, тағым шығады. Аха, келесі. Кәнеке, шапалақтап қой. Баспама қатысы арқылы қалайшы, балалар. Аха, ой, жарайсың, әлі жүр. Келесі. Санжар, келе ғой. Әрсен. Кәнеке, дауысы қанша? Аха. Аха, келесі. Келесі. Оқи бер. Ой, жарайсың, кәнеке, бағалап қояқшы, кәнеке. Баспарма қатысы арқылы. Ой, жарайсың, аха. Балалар, бері қараймыз, бері тақтаға қараймыз. Мына тақтада нені көріп тұрмыз біз, балалар? Нелерді көріп тұрмыз? Жануарлар. Бұларды бір сөзбен не деп атаймыз біз? Төрт түлік дейміз, ә? Төрт түлік дейміз. Төрт түлікте нелер жатады екен? Түйе, жылқы, сиыр, және де қой мен ешкі жатады екен төрт түлікте, иә балалар? Осы төрт түліктің әрқайсының иесі болады екен, иесі, өзінің атасы болады екен. Мысалға, түйенің атасы ойсылғара екен, жылқының атасы қамбар ата, сиырдың атасы зеңгі баба, қойдың атасы шопан ата, ешкінің атасы сексек ата екен. Және де балалар, осы төрт түліктің балалары болады екен. Сол балаларын бір сөзбен қалай атаймыз біз? Төлдер деп атайды екенбіз, иә балалар? Кәнеке, төлдер сөзін буынға бөлейікші, кәнеке? Төлдер. Неше буын? Екі буын. Енді мына жерге төлдер сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Ал дыбыстық талдауға кім шығады? Мен. Дыбыстық талдау жасаймыз. Қарап отырамыз. Мына ручкада, мынаны. Бірінші дауыссыздарды белгілеп ал. Дұрыс па балалар, қарайықшы? Ал кәнеке айтып өтейікші, кәнеке? Альфия, келе ғой, оқы сөздер. Ал енді дыбыстық талдау жасағанды айтып өтші, кәнеке? Т. Дауыссыз. Дауысты. Дауыссыз. Д. Дауыссыз. Дауысты. Р. Дауысы. Кәнеке, Дамир келе қош, кім? Едарбек келе қош, төлдер сөзіне дыбыс талдау жасап маған. Айтып берші, қай дыбыс қандай екен, кәнеке? Оқы бірінші сөзді. Төлдер. Аха, енді айта қой. Т. Дауысты, В дауысты, Л дауыссыз, Д дауысты, Е дауысты, Р дауысты. Дұрыс па балалар? Бағалап қояйық, шапалаға. Альфия. Жарайсыңдар. Дауысты қатты шығарамыз. Айтқан кезде балалар. Енді балалар, біз және өрнек деген сөзді алып өткен болатынбыз, иә? Өрнек деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз, кәнеке? Өрнек деген сөзге. Дәне, келе ғой.
Өрнек деген сөзге дыбыстық талдау жасаймыз кәнекей. Бірінші дауыссыздар белгілеп ал. Тағы да. Жарайсың. Тез. Бұл қандай сөз? Кәне оқы қойшы. Оқы. Өрнек деген сөз шықты, иә? Ал енді дыбыстық талдау жасап берші маған. Дауысты деп кәнекей. Дауысты, 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 дауыссыз. Дауыссыз. Дұрыс, кәнекей енді әдемелеп отырамыз. Ал енді балалар, жазу дәптерімізді ашайық. Жазу дәптеріміздің ішіндегі дыбысын ашамыз. Дыбысын ашамыз. Әдемі етіп, көркем етіп жазамыз. Өз орнын тап деген ойын ойнаймыз. Қазір мына себетке бір буынды, екі буынды, үш буынды сөздер жинаймыз. Әр топтап бір оқудан шығамыз. Түсіндік қой, балалар? Қазір енді тақтаға шығады Альфия, Раяна, Алерке. Сөйтіп мына жерден сөздерді бір буынды, екі буынды, үш буынды сөздерді тауып жабыстырасыңдар. Мен әжесі қойшы жабыстырып тұрғам, иә? Ал бері келіңдер, мен қазір түсіндірем сіздерге бергендер. Мына жерден сөздерді аласыңдар. Альфия бір буынды сөзді аласың, сен екі буынды сөзді аласың, үш буынды сөзді аласың. Сол сөздерді оқисыңдар сосын. Кәнекей Альфия бір буынды сөзді аласың. Сұрағы бір буынды. Сен үш буынды сөзді аласың. Мына жерге жабыстыр. Тағы. Сен екі буынды. Мына құда. Мелмей жабыстыр. Тағы да. Сөздерін оқып тұреміз. Енді балалар, шетке тұрамыз да, өзіміз сөздерді оқып шығамыз. Кәнекей, Альфия оқып қойшы кәнекей. Мына жерге тұр, мына жерге былай тұр. Енді оқыңыз. Қандай сөздер бір буынды сөздер екен? Көл. Шөл. Дұрыс па балалар? Кәнекей, өр сөзін буынға бөлейікші кәнекей? Бір буын. Көл сөзін бөлейікші? Шөл сөзін бөлейік. Ал кәнекей, енді Альфияны мақтаймыз кәнекей. Шапалаға. Ал енді кәнекей, екі буынды сөзді, Раяна, екі буынды сөздерді оқы қойшы кәнекей. Бұлар да шетке тұр, оқы. Енді буынға бөлейік, өлең сөзін балалар кәнекей. Өрнек сөзін бөлейік. Келесі, өрік сөзін бөлейік. Екі буын. Яғни Раяна дұрыс жинады себетке. Кәнекей бағалап қояйық. Баспырмақ арқылы. Жарайсың Раяна. Кәнекей, ағайке. Дауысы қат шығар. Көкөніс, е? Ал енді кәнекей балалар буынға бір жақсылап бөлеміз кәнекей. Көлеңке деген сөзді. Көлеңке. Неше буын? Ал өрмек сөзін бөлейік. Кәнекей балалар жөнейік енді. Жарайсың ағайке. Жарайсың. Дұрыс. Балалар бірінші себетке бір буынды, өйткені бір дауысты дыбыс бар екен. Екінші себетке екі буынды сөз жиналып, ол жерде екі дауысты дыбыс бар екен. Үшінші себетке үш буынды сөз жиналып, ол жерде үш дауысты дыбыс бар екен, е балалар? Яғни балалар, бүгінгі сабақты түсіндік па? Кері байланыс жасаймыз. Бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Балалар, бағдаршамдарды ұстаймыз қолға. Бағдаршамдарды ұстаймыз.
Енді бағдаршам әдісі арқылы қазір мен сендердің сабақта қалай меңгергендеріңді анықтаймын. Ал бүгінгі дыбысты таныдым, білдім деген оқушылар, кәнекей бағдаршам әдісін көрсетеміз. Оны білесіңдер, жасылды көрсетсеңдер бағана түсінгендерің, сарыны көрсетсеңдер жартылай түсінгендерің, қызылды көрсетсеңдер мен әлі түсінбедім, менің сұрағым бар деген сөз, иә? Ал жарайсыздар, Ö дыбысын таныдыңдар барлықтарың, иә? Енді Ö дыбысын дауысты дауыссызға ажырата аламын деген оқушылар, кәнекей? Жарайсыздар. Ö дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасай аламын дегендер. Кәнекей көрсетеміз. Егер жартылай түсінген болса, міне кім жартылай түсінікті дыбыстық талдау сөздегі дыбыстық талдау жасауға. Келесі, сөздің ішінен Ö дыбысы бар сөзді, сөйлемнің ішінен Ö дыбысы бар сөзді ажыратып ала аламын. Ал, кәнекей? Жақсы балалар. Енді қоямыз бағдаршамды. Орнымыздан тұрамыз кәнекей енді бәріміз. Сабақ аяқталды. Орнымыздан тұрамыз. Жақсы балалар, бұл сабаққа жақсы қатысыңдар. Рахмет сендерге. Ö дыбысын танып білдік, иә балалар, сонымен? Жақсы.